дұрыстап сөйлесуге болар еді. Просто өз-өзімен аузына келген айтып, бізді шешемізден орысша боқтап. Сұрақты түсінбедіңіз. Әрекеттер жасап жүрді да, соң. Не кедергі жасады Қаржаубайға ол пышақты қолдануға? Ол не үшін шығарғанын мен көрген жоқпын. Өйткені ол өзі біз алыста тұрып, ол магазин алып шықты. Ал екінші келген кезде балалар келді. Балалар келген кезде сөйлесіп тұрды. Сөйлесіп тұрған кезде, пышақпен шыққан кезде бір бала қорқып кетіп, сол жерде бір момент теуіп жіберді Қаржаубайда. Сосын екінші мәрте шыққан кезде Нұрбол тұрып, аға бәрі нормально, балалар сөйлесіп тұрып, бәрі жақсы деп тұрғанбыз. Сол моментте Шерзат келіп, балалардың біреуін ұрып жіберді сол кезде. И төбелес сол кезде бастап кетті аяқ асты. Сотталушы түсіндірсе сұрақты? Тағы да дұрыстап қойып бересіз, айтасыз. Жәбірленуші Нұрымовқа сол пышақты қолдануға не кедергі болды? Ол пышақты қайда жіберді одан кейін? Мен оны біреу қолынан тартып алды ма? Не себепті алып шыққанын пышақты мен оны білмейді екенмін, шынымды айтсам. Қандай мақсатта алып шыққанын? Мақсатын сұрап тұрған жоқпын сізден. Тыныш. Мен просто кішкене құлағым естімейді да, соны естімей қалдым шынымен. Не кедергі болды дейді? Жәбірленуші Нұрымовтың қолындағы пышағын қолдануға. Ол кезде алып шыққан кезде Шерзат кедергі болды, ажыратып. Сол кезде. Екінші рет не? Екінші рет келген кезде, бірінші рет алып шыққан кезде оған Нұрбол келіп айтты, аға бәрі нормально, ашуыңыз басыңыз деп. Сол кезде сондай кедергілер сол кезде көрдім мен. Яғни өз еркімен бастады, дұрыс па? Иә. Соны айтсаңызшы. Одан кейін, жаңа өз жауабыңызды айттыңыз. Екінші рет Тоқтабаев Нұрболмен қайтып келген кезде дүкенге, сол кезде жәбірленуші Нұрымовпен сөйлескен кезде сіздер айттыңыздар. Мәселе ақшада емес, балаңыз өзі бірінші ұрды деп айттыңыз, иә? Иә. Сонда сіздер нақты жағдайды шешу үшін келдіңіздер ме? Сонда сол жерге? Жоқ, ол мақсатта ол кісілер енді Нұрболға мен ақша төлегенді ол кісі көрді. Мен ол кісіге де сағатына шейін айттым. Ақшамды наличный бергенді затчасында айттым. Нұрболға сосын екінші рет ақша төлетіп алғаннан кейін мен ол кісі не үшін өйтіп өтірік айтты екен деген мақсатпен ғана мен бардым. Мен өзімді ақшамды төледім ғой деген мақсатпен ғана бардым мен ол қайтып айналып. Онда неге айттыңыз мәселе ақшада емес деп? Ол кісі енді бізге айтып отыр ғой, ақша деп. Мен тұрып айттым, мәселе ақшада емес, просто не үшін ұрып жүргенін өзім түсінбей қалдым деген мақсатпен сол кезде айттым мен ол кісіге. Алдыңғы сот отырысында жәбірленуші Нұрымов, Тоқтабаев, Нұрбол балаң денсаулығын қояды деп айтты деді. Мен естідім, ондай әңгіме өзіміздің ол кезде біз Нұрғанатта тұрды, Шерзат ол бәрі тұрды, ондай әңгіме ол жерде айтылған жоқ. Қойып тастайсың, мен мынандай. Бұл сұрақ қойылды ғой жаңа. Қайталап қоймаңыздаршы, мұқият тыңдап отыруларыңызды сұраймын. Келесі сұрағыңыз. Жақсы, бұған дейін бағана қорғаушыңызға Шерзаттың қолында кассет болды деп айттым дедіңіз. Және сотқа айттыңыз, басында бізді 24 сағат аудандық полиция бөлімінде ұстаған үшін, көзіме жарақат алған үшін мен айта алмадым дедіңіз, иә? Алайда тергеу барысында сізден 6 рет жеке жауап алу алынған, 1 рет айғақтарды сол жерде нақтылаған, 3 рет беттестіру болған. Яғни жалпы 10 рет сізден жауап алынып тұр. Неге сол 10 реттің біреуінде де сіз айтпағансыз? Қазір ғана айтып тұрсыз. Мен айтып тұрмын ғой, мен бұрын сонда бұндай істі болып көрмегеннен кейін маған өзіме қысым келтірілді. Бір жағынан мен өзімді ойымды жинақтап айтуға маған рұқсат берген жоқ. Мен содан кейін мен ойымда сол қалғандарды ғана есіме түскенді ғана сол кезде айттым. Сол мақсатта сол есіме түскенді ғана айттым. Мен ол сол кезде. 10 ретте де ма? 10 ретте де ма? Енді мен айтып тұрмын ғой сізге, бізді сол күні уақыт әкелген кезде біз телефонға да түсірді, тасымаған жерлері жоқ, үстіге көтереді, астыға түсіреді. Аскентай, мен бірінші жауабыңызды ғана айтып тұрған жоқпын, жалпы 10 жауабыңызды айтып тұрмын. Мен айтып тұрмын ғой, мен өзім операциядан қолында кассет болды деп. Тыныштық. Мен өзім нақты көрдім ғой, немен ұрғанын оны. Жауап берсін. Айтасыз ба? Нақты ұрғанын мен көрдім ғой оны. Онда неге айтпадыңыз деп тұрмын. Айтасыз, қазір ғана есіме түсті. Сот отырысына келгенде ғана есіңізге түсе ма? Мен шоклы жағдайда жүрдім, мен оны маған айтуға мұрсат берген жоқ маған. Құрметті сот, ескерту жасап. Отырыңыздар. Ешқандай да қысым көрсетілген жоқ. Кешіріңіз, сізге делан дұрыстап оқыған болсаңыз, іс бөлектенген. Адвокат Ибраев, тәртіпті сақтаңыз. Адвокат Ибраев, сізге қорғаушы сіз маған тікелей сөйлей алмайсыз. Мемлекеттік айыптаушы. Тұрыңыздар екеулеріңізде.
тәртіпті сақтаңыздар. Соттың рұқсатынсыз тағы да сөйлейтін болсаңыздар, сұрақ қоятын болсаңыздар, айтатын болсаңыздар, сіздерге соңғы рет ескерту жасайын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің соттық құрметтемеушілік туралы жауапкершілікке тартылатын боласыздар. Басқаларға да қатысты. Отырыңыздар. Жоқ, құрметті сот, Сотталушы, сұрақ алып жатырмын ғой. отырыңыздар. Сотталушы сұрақ түсінікті ма? Сізден сотқа дейін тергеп тексеру барысында 10 рет жауап алған. Сол 10 ретінде де сіз айтпағансыз, Шерзаттың қолында кастет болды деп. Неге айтпадыңыз? Өйткені мен сол есіме түскенді ғана айта бердім. Өйткені маған қысым келтірілді. Бір жағынан мен өзім шошығаннан кейін мен көп зат айта алмадым. Өзім ойымды жинақтай-алмадым, бір жағынан айта алмадым. Жақсы, келесі сұраңыз. Келесі сұрақ. Жаңа айттыңыз, бірінші рет соққы жасағаннан кейін дүкеннен